Қайырлы күн, сіздермен бірге айым. Бүгін біз осындай ең сәтті құймақтарды дайындаймыз. Ыдысымызды алып, 2 стакан ұнға 2 жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне 1 жарты шай қасық ас содасын, 1 жарты шай қасық тұз сеуіп, 3 ас қасық қантымызды сеуіп, 400 мл сүтімізді біртіндеп құйып, араластырамыз. Сонда біздің құймақтарымыз түйіршіксіз, жақсы болады. Оның үстіне 1 стакан ыстық суымызды құйып, араластырып, 2 ас қасық сұйық майын құямыз. Табамызды қыздырып, ең біріншінде сұйық майды құямыз да, барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Мінекей біздің құймақтар дайын, оларды тосаппен қоюға болады. Құймақтар өте жұқа, дәмді және жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецепті қолданыңыз, дәмі өте керемет болады. Каналыма тіркеліңіз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.